Друзья мои, в районе мы сидим. В общем, я решила научиться играть на гитаре. Да, левой рукой, не смотрите. Кстати, очень удобно брынкать не пальцами, а ногтем вообще. Ладно, короче, я не умею играть. Айбат, ты мне обещал в прошлый раз рассказать, почему не стригут ногти ночью, но ты забыл. Ну, сәл есіме түсіп келе жатқан сияқты. Қазақтарда неге кешке қарай тырнақ алмайды, себебі бұрынғы заманда қазақтар киіз үйде тұрды. Киіз үй далада болғандықтан қазақтар түн ішінде, әсіресе киіз үйдің іші одан сайын қараңғы болады, о далада кеш болса да. Ну, то есть темнеет, а в юрте света нет. Ол жерде шырақ жақсан да, ошақ жақсан да сәл бәрібір де қараңғылық болады. Сол себептен тырнақ алғанда адамдардың кейбір тырнақтары шашылып они обычно, когда я их подстригаю, они обычно разлетаются по всей комнате. Да, либо ұшып кетеді. Сол қалып қойған тырнаққа ылғал тиетін болса, немесе сызды жерде болып қалып қойса, ондан бір микроб көбейіп, сол жерде тазалық болмайды. Яғни, еще попадет вода, да. Может, и вообще там все загниет. Да, немесе қараңғы жерде көрмей қалған тырнақты киіз үйде еңбектеп жүрген бала, мысалы, жеп қою мүмкін ғой. Ужас. Или представляешь, там я подстригу ногти, и ты будешь есть бешбармак, и у тебя фиолетовые ногти. Ну, в принципе, деликатес. Ну, ладно. Ладно. Ну, то есть, получается, в принципе, сейчас, когда мы на пороге 21 века, мы можем стричь ногти ночью. Потому что есть освещение. Қазіргі заманда, я жылы пәтерде, жарық жерде тұрғанда біздерге ала беруге болады деп ойлаймын. Себебі баяғы заманмен салыстырғанда енді біздер қазір далада тұрмаймыз ғой. Сондықтан тырнақ бір жерде қалып қойса, оны кейінді болсын адамдар көріп, жаңа тазалап алуға болады. Тіптен киіз үйде, мысалы, то есть, если захотелось сделать маникюр ночью, спокойно. Спокойно. Потому что есть все. Ага. Только басқа комнатада. Адамдардың, да, мазасын алмау үшін. Хорошо, нет, я специально возьму на твоей едой. Гитара түн ішінде тартпай. Все, кино не будет. Электричество кончилось. И